19 әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарлары тізіміне енетін ет және жеміс өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында Ридзерде демалыс күннің ауыл шаруашылық жәрмеңкелері өткізілуде. Өткен демалыста ридзерліктер жергілікті шаруа қожалықтарының да Шиманайха, Улан және Глубокая аудандарынан әкелінгенде өнімдерін төмендетілген бағаға қайта сатып ала алды. Қарлығаш Оралбекова жолдасымен бірге Улан ауданынан 5 шошқаның тушасын сатып алуға әкелді. Сағат 10:30-да кері жолға қайтуға жиналды. Килограммы 1500 теңге тұратын шошқа етін әп-сәтте сатып алды. Мы ниже рыночных 1,5 продавали. Біз 1500 теңгеге нарықтық бағадан төмен бағаға саттық. Әкімдікпен осы бағаға сататынымызға келіскенбіз. Ет жас, жақсы өңделген. Етті тоқымын саттық. 7-8 айлық. Ет жас және жақсы өңделген болғандықтан тез піседі, иісі де жоқ. Кеше ғана сойылған. Айрықша сатып алу сұранысына сиыр еті, шошқа еті және балық, жеміс, сүт өнімдері мен бал бөленген. Жәрмеңкенің бағасы да қуанатындай. Шошқа еті 1500 теңге, сиыр еті орта есеппен алғанда 2000 теңге. Картопты килограммына 80 теңгеден алуға болады. Қала тұрғындары мойындауда. Демалыс күні жәрмеңкесі жаңа өнімді нарықтық бағадан төмен бағаға сатып алуға және жергілікті фермерларды қолдауға тамаша мүмкіндік. Я приходила кусочек мяса купить. Мен сиырдың және шошқаның етін сатып алдым. Өте ұнады, бағасы да арзан екен. Приходили за мясом, мясо купили. Біз ет сатып алуға келдік. Бағасы әсіресе шошқа етінікі қол жетімді. Жәрмеңке жақсы өтіп жатыр. Жиі өткізіліп тұрса, бізге де жақсы болар еді. Коронавирус инфекциясы бойынша қалыптасқан эпидемиологиялық ахуалға байланысты көптеген ридзерліктерді ауыл шаруашылық жәрмеңкелердің өткізілуінің негізділігі алаңдатады. Ескере кету керек, қалалық кәсіпкерлік бөлімі тұлғасындағы жәрмеңке ұйымдастырушылары мен сауда палаткалары қашықтықтандырудың бүкіл санитарлық ережелерін сақтаумен орналастырылған. Демалыс күні жәрмеңкесі бірінші кезекте осы қиын шақта тұрғындарды қолдау үшін өткізіледі. Шараның мақсаты ет, сүт және жеміс сияқты әлеуметтік маңызды азық-түліктердің тізіміндегі өнімдерге бағаны төмендету.